Бартыңыз ағай, сенімен бірге Абай ағай және Жүзқор өнер орталығы. Құрметті оқушылар, бізде кезекті сабақ және сабағымыздың тақырыбы бұл бізде Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Енді бартыңыз білесіздер, Кенесары Қасымұлы кім? Қазақтың соңғы ханы. Не үшін біз олай атаймыз? Жалпы бұл кісі қандай ұлт-азаттық қозғалысты басқарды? Сол сұраққа жауап іздейміз, енді бүгінгі сабақта. Сол себеп соңына дейін көріңіздер. Ал оны дайын болсаңыздар, сабағымызға кірісейік. Ең алдымен көтерістің мақсаты. Негізі көтеріс 37-ден 47-ге дейін 10 жылға созылады. Және бұл жерде мақсаттар. Бірінші, атамекен қоныстарды қайтару. Өйткені біздің жерді Ресей тартып алды, соны өзімізге қайтару керек болды. Келесі округтерді тарату. Яғни округтер қазақ жерін есет, яғни округ деген бір жерде құрылады, және осы округ арқылы Ресей қазақ жерін басқарып жатты. Кенесары Қасымұлы үстінде егер округтерді жойсақ, онда біз өзімізге қайтадан билікті аламыз деді. Келесі алым салықты жою. Өйткені жалпы қазақ халқын салық төледі. Бірақ қайда? Әрине Ресейге. Ол тиімсіз болды. Түсінікті ғой? Енді жалпы Кенесары Қасымұлы кім? Кенесары Қасымұлы 1802 жылы дүниеге келеді. Қасымның баласы, не себепті бұған айттым, өйткені оқушылар білуіңіз керек. 2021 жылы ОБТ-да сұрақ келді. Өте қиын сұрақ оқушылар. Кенесарының әкесі кім деген? Бұндай қиын сұрақтар сіздерге жиі келсін. Енді бұл Кенесарының кезде енді Қасым, сол себеп айттым, әкесі Қасым, атасы Абылай хан. Абылай ханның немересі саналады. Енді Саржан Қасымұлын сіздер білесіздер, 1825 жылы көтеріс жасаған. Соның інісі, туған інісі Саржан Қасымұлының. Енді мэрдің сипаттауы бойынша Кенесарыға көзсіз ерлік тән дейді. Яғни көзбен көрсең де сенбейтіндей ерлікті сипаттап тұр. Түсініңіздер ғой? Үлкен деңгейге дейін. Және 300-дің жалпы басқарып осы көтерісін естеді. Соңына дейін енді жеткізген болады. Өмірдің соңына дейін басқарып. Енді жалпы сонымен қатар бұл көтерістің ерекшелігі, Кенесары Қасымұлының көтерісінің ерекшелігі десе, не дейсіздер? 300 толыққа қатысы дейсіздер. Енді батыс көтерістің басталуы қалай болды? Енді 1837 жылы бізде Кенесары өзінің қол астындағы адамдарымен Харунжы Рытовтың отрядына шабуыл жасайды. Харунжы Рытов деген бізде бір керуенді басқарады. Керуенді басқарады. Жалпы бізде Петропавлдан Ташкентке бара жатқан. Яғни сол керуенді Харунжы Рытов күзетіп келе жатыр ғой. Керуен деген караван, бағалы заттар бар, қару-жарақ бар. Соған Кенесары аяқ астынан шабуыл жасап, Харунжы Рытовты жеңіп, бүкіл пайдалы қазбаны өзіне алған болатын, әскерді күшейту үшін. Және дәл осы 37 жылы бізде Кенесары хан Сібір генерал-губернаторына хат жолдайды. Және ол хатында өзінің талаптарын айтады. Бана бізде Ақтау бекінісі мен Ақмола приказын жой дейді. Бана енді Кенесарының елшісі хат алады, барады Сібір генерал-губернаторына, Сібір генерал-губернатор оны оқиды да күледі. Кім маған хат жазайды? Кенесары еспендер? Жоқ дейді бәрі. Кім маған талап қоятын деп, оның хатын қабылдамай қояды. Ал банандай Кенесарының жіберген елшілерін халықтың көзінше мазақ қылып оларға дүре соқтырады. Бұны Кенесары естиді, жынданады. Оны мойындамағаны, одан бөлек оның жіберген елшілерін дүре соқтыру оның қатты ашуына тиеді. Сол жерде бізде осы жылы, бана бізде Симоновтың әскери жасағына шабуыл жасау арқылы әскерді қаруландырған болатын. Және 38-7 тамызда Ақмолаға шапқын жасайды. Дәл осы жылы білсеңіз, 38 жылы білесіздер, Ақмола не істейді? Кенесары өртеп жібереді. Енді Ақмола бекінісін Аға сұлтан Құдайменді мен әскери старшина Қарбышев бастаған отряд қорғайды. Яғни Кенесары бұл екеуі қорғайды, Кенесары бұларға не істейді? Шабуыл жасаған болатын. Және осы Ақмолаға бекінісіне шабуыл кезінде қазақтың 255 мықты жауынгерімен қазақтың батыры Басығара деген батыр ерлікпен қаза тапқан болатын. Ал бұл кезеңде Кенесарының қолдаған атақты батырлардың ішінде Ағыбай, Иман, Бұқарбай секілді атақты батырлар бар. Бұлар соңына дейін қолдаған болатын. Енді жалпы көтеріс картада көріп тұрғанда бізде 1844 жылынан Тройск бекінісіне шабуыл жасалған болатын. 38-де Ақмолаға, Ырғыз, Торғай деген бекіністер 1845 жылы негіз қаланады. Не себепті? Кенесарыдан қорғау үшін. Өйткені Кенесары бұл Ресейге өте үлкен қауіп төндірді. Өйткені біріншіден Кенесары ол Шыңғыс ханның ұрпағы, хан бола алады. Егер ол хан болса, жалпы Шыңғыс ханның ұрпағынан қалған жерлерді біріктірсе, олар мықты болып кететінен қатты қорықты. Түсінікті ғой? Сол себепті бұл енді олар үшін қауіпті болғаннан кейін бүкіл күшін салды. Бекіністер салды, Сібір казак әскерлерін жіберіп отырды. Енді кейіннен стрелкамен көрсеңіздер, Жетісу аймағына кетіп қалады. Жетісу аймағынан кейін Пішкібек аймағында кейін 1847 жылы шайқас болды. Сол жақтан кейін Тоқмақ бекінісінің маңында қаза тапқан болатын. Енді оқушылар қазақ ханның қайтадан қалпына келтіруі 1841 жылы білесіздер, дәстүр бойынша халық Кенесары ханды ақ киізге отырғызып хан сайлайды. Şimdi бізде бір орталыққа барын біріктіреді, 300 бөлініп кеткеннен соны қайтадан біріктіреді Кенесары. Кеңес құрылады. Кенесарының жанында жүретін кеңесетін адамдары. Сонымен қатар жасауыл деген жаңа лауазым пайда болды. Жасауыл бұл ханнан кейін тұратын бізде не? Жаңа айтқандай лауазым.
жасауыл деген ханнан кейін тұратын. Енді салық жүйесіне келетін болсақ, сол баяғы қазақ қоғамындағы салық жүйелері, егіншілер ұшыр, мал өлшілістері зекет салығы енгізілді. Бірақ енді ол қазақ хандығының қоржынына түседі салық. Бұрынғыдай Ресейдің қоржынына емес. Енді Кенесары қазақтардың егіншілікпен айналысуына қатты қолдады. Көрдіңіздер ме? Егіншілікпен, яғни Абылай мен Кенесарының ұқсастығы екеуі егіншілікті қолдаған. Түсінікті. Енді бізде патша үкіметімен соқтығыс, жалпы Кенесарының қолында 20 мың әскер болатын, яғни оларды 100 басы, 1000 басы деген секілді Шыңғыс хан тактикасы бойынша бөліп қояды. И бізде Ресей бұл Кенесарының жеңу үшін қазақтардың арасына алауыздық салып бастайды. Енді ол қалай? Қазақтарды ақшамен алдайды. Айтады, кімде-кім Кенесарының басын алып келсе, оған 3000 сом береміз дейді. Оқшар 3000 сом деген қазір 3000 теңге емес, ол кезінде ол өте көп ақша. Түсінікті ғой, сол себепті осы ақшамен арбауға тырысты. И көтерілісшілерге қарсы бізде Лебедевтің отряды келеді. Бірақ Лебедев Кенесарының жалпы әскерлерінен жеңіс тапқан болатын. Одан бөлек 1843 жылы қазақтың ішінен сатқындар шығады. Мысалы бізде кіші жүздің сұлтандары бар емес па? Ахмет бізде Жантөрин, Баймағамбет Айшуағұлы деген. Олар бізден Әбілқайыр ханның ұрпағы. Бұлар Ресейді жақтап Кенесары ханға қарсы шығады. Ойлаңыздаршы. Қаншалықты бұнда жаман адамға болуға болады да? Мысалы, Кенесары қазақ ұлтының дербестігі үшін күресіп жатыр. Бұлар қазақ бола тұра, жоқ, Ресейге тәуелді болып қалу керек деп, сол үшін күресті. Иә, көрдіңіздер ме? Қаншалықты жаман адамдар болған. Енді бізде жалпы 1844 жылы Кенесары ашуланып, Ахмет Жантөриннің ауылына шабуыл жасап, сол жерде 44 адам өлтірген болады. 44 адам қаза тапты. Және енді келесі бізден Дуниковский деген осы Кенесарыдан қорқып шегініп кетеді. Негізі Дуниковский бұл Ахмет Жантөринге көмекке келе жатқан, бірақ ол жеңіп қалған есейді, шегініп қашып кетеді. Енді 1844 жылы Кенесары Қасымұлы өзінің әскерімен Екатерина станциясына шабуыл жасап, сол жақтан өзіне бағындырып алған болатын. Енді қырғыздармен байланыс келетін болса, жалпы біз айтқандай Сарыарқаны тастап, Кенесары Қасымұлы Жетісуға шегінуге мәжбүр болды. Өйткені бірінші себеп Сарыарқа аймағында Ресейден келетін